Ассалаумағалейкум. 17 наурыз 2024 жыл. Авторынок Барыс, Алматы облысы. Апта сайын келіп жүрген базарым. Бүгін машина өте көп, күн жылы. BMW-дан бастайық. BMW объем 2.5 95 жылғы. Механика 3,5 миллион бағасы. Осы номерде BMW-ны көп түсіне бермеймін. Осындай BMW бар. 16 регион. Асына Мерс. Сіздерді па? 91 3,5 автомат. 1,800,000 дейді. Осы номерде. Осындай. Үштік. Ешік. Мыналардың бағалары жазылмаған. Галант, Рустик, Галант. Ақысты Галант. 90 жылғы. 2 объем механика. 1,550,000 саудасы бар дейді. Осы номерде. 1,550,000. Галант ба. Қасында Nissan Sunny. Ма? Или Mazda ма? Mazda 320. 90 жылғы 1.3 механика 700,000 теңге. Осындай 700,000 теңгеге осындай Mazda 320 бар, ақ түсті. Алам десеңіздер саудаласып 500-ге 600-ге сұрасаңыздар болады. Жағдай шаршаған енді, бірақ базардағы арзан көліктердің біреу. 20,14 2007 жылғы 2 миллион. 2 миллион номері ішінің жазылмаған. 14. Mercedes Ешка 93 2 миллион 700 дейді бағасы. Объемы, номері ештеңе жазылмаған. Camry 10. Это Camry 94 газ бензин 2.2 автомат 2 миллион дейді. Осы номерде. Мотор осындай. Қанша бар газда тұр? Қанша литр газға қойылған баллоны? Запаскың орында ма? Примерно 43 литр ма, сондай болады. Запаскың орында дейді. Мынау қандай машина болды? Nissan Maxima ғой дейді. 97 жылғы. Maxima ма анау? Цифиро ма? Примера? Примера 97 жылғы 2 объем автомат 1,600,000. Осы номерде Nissan Primera. Алдында Максиманың бар жоқсын сатылған. Subaru Legacy оң жақ рульді. Универсал 97 жылғы автомат 2 миллион 200 бағасы. Осындай. Номер жоқ екен телефон. Жасыл түсті Универсал Legacy. Қасында 124 Мерс. 90 жылғы 2.3 дозатор автомат 1,800,000 бағасы. 8747 979 08 03 номерінде. Сіздерге дұрыс көрінбеуі мүмкін ана. Дворниктан көрінбейді онша. Nexia ештеңе жазылмаған. Шүкір Алла деп. Шүкір Алла деп. Мынау ма? Ештеңе жазылмаған брат, бірдеңе жазып қоймадың ба? Ауызбен айта берейін. 2012 жылғы Nexia 1.5 объемы 1,900,000. Осы номерде 200,000 жүрілген дейді. Егер бір түсір жібесең, бағасын айта саламын. Nexia 2012. 2012. Бур ғана бар, средний комплектация. Бағасы 2 миллион окончательный. 2 миллион окончательный. Полный түсіреді. Сырттағылар звондап жүре ма, может? Қолдықтары бәрі саудада болмаған. Бір хозяин машина. 2012-ден бері ма? Бір хозяин. Бір хозяин 2012-ден бері. Бур бар дейді. 2 миллионға. Осындай. Nissan'ды көрсетіп кетейікші. Мынандай Nissan'дар көп бола бермейді.
Hilux сияқты артынандай 4 есік Nissan MP300 дейді 2005 жылғы 2 объем бензин механика 4 миллион варианты саудасы бар осы нөмерде 707 565 60 29 варианттар бар дейді Nissan'ға осындай осындай механика 4 миллионға 4 есік вариант бар дейді осындай жігіттер базарда ескілеу машинаңыз болып ауыстырып үстіне доплата жасап алам десеңіздер осындай машиналар бар тағы бір Nexia тұр екен мұнда көрсетіп жіберейік екеуі қатарынан тұр екен 2012 жылғы 1.5 Nexia 2 миллион саудасы бар осы нөмерде Nexia'лардың бағалары чересчур қымбат болып тұр қазір қасында тағы біреу тұр бұл 2,5 миллион деп тұр 2013 жылғы білмеймін мен мынандай бағаға Nexia ала ма алмай ма Camry көрсетейік Camry 20 бардовый түсте 20 тұр екен 2001 жылғы 25 екен Американец 2.2 автомат 3 миллион 800 саудасы бар осы нөмерде Американец 25-тік 2001 жылы қасында Audi Селет Audi Селет техпаспортқа қойған 2 миллион дейді бағасы осы нөмерде старый техпаспорт қойшы Кондер есть 89 жылғы кондер бар дейді сколько лет катаетесь? 13 как машина летит? осындай 2 миллион дейді С4 93 2-де 3 объем 1 300 000 осы нөмерде вариант бар дейді 1 300 000-ге осындай Audi бар Mercedes ештеңе жазылмаған ба жоқ жазылып осындай Mercedes бар N190 2002 жылғы 1.9 механика 2 миллион 200 саудасы бар осындай нөмерде ютубқа шығасыздар ютубқа Passat B4 универсал мынаның ештеңе жазылмаған ғой ағадан сұрап жіберейік бағасын бағасы қанша аға? 1 800 000 болады 1.8 қай жылғы? 93 1.8 1 800 000-ге болады дейді моно осындай B4 бар 1 800 000-ге бұлай жағдай нормальный сияқты қасында Nexia тұр Nexia көп бүгін 2012 1.5 1 800 000 осы нөмерде екеуінің бағасы бірдей жігіттер мынау мен мынау бірақ жылы ескі жылы жаңа мынау жылы ескі универсал ма седан таңдау берсе қайсысын алар едіңіздер деген сұрақ мынау Nexia тез шірігіш болады мен сіздерге қазір доказать етіп беремін мынау әлі жағдайы кузов жағдайы жақсы мынандай ұржақ шиналары ондай қатты көрінбейді мынанікін қараңыздар пышырлап өзі шығып жатыр бетіне менің ойымша Passat мынаған қарағанда жақсырақ өйткені мына кузовтары шіріп жатыр есігіне дейін коррозия түсіп кеткен сондай универсалмен еще шаруа істеуге болады ғой мынаумен не істейсің таксовать етесің потом Avensis 2004 2 объем
4 миллион 200 осы номерде. Toyota Avis 2004 екен. 2007-2008 жылға 5 миллион сондай баға сұрап тұр. Осындай каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Келесі видеоларды қарап отырыңыздар. Бүгін машина өте көп.